Сәлем достар, бүгін біз бронхтардың обструкция синдромы тақырыбын талдайтын боламыз. Жалпы обструкция дегеніміз қандай ұғым? Ол бронхтардың саналауынан қандай да бір затпен бітеліп қалуынан туындайтын синдромды атайды екенбіз. Мысал ретінде айтатын болсақ, кішкентай бала ұсақ ойыншықтармен ойнап отырып, бөгде зат бронхтардың жолына түсіп кетуі мүмкін. Немесе қақырықпен, жөтелмен бітеліп қалуы мүмкін бронхтар. Сонымен қатар, мысалы, аллергия кезінде бронхтардың қабырғасы қалыңдайды да спазмға ұшырайды. Яғни, осындай өткізгіштігінің бұзылуынан пайда болатын патологиялық жағдайды біз бронхтардың обструкция синдромы деп атайды екенбіз. Енді қандай симптомдар жатады десек, ол қою және тұтқыр қақырық, қатты ентігу, өкпелік жүрек және ең соңында ол тыныс алу мен жүрек жеткіліксіздігінің дамуына алып келеді. Онда өкпелік жүрек дегеніміз не деген сұрақ туындауы мүмкін? Өкпелік жүрек дегеніміз ол кіші қан айналымы шеңберінде қан қысымы жоғары болғандықтан оң қарыншаның ұлғайып кетуі, яғни гипертрофияға ұшырауы. Яғни осы процесті біз өкпелік жүрек деп атаймыз. Жалпы объективті тексеріс әдістерін жүргізген кезде біз қараған кезде нені көреміз? Жаңағыдай науқас ортопноя позасында болады. Ортопноя деп тұрғанымыз, мысалы, мына суретте көрсетілгендей, науқас қолдарын тізесіне тіреп, төсектегі жағдайы мәжбүрлі отыру позасында болады. Біз осы позаны ортопноя деп атаймыз. Ал кеуде қуысын қараған кезде тыныс алу кейпінде кеңейген, иығы көтеріңкі, тыныс алу күшейгендігін көре алады екенбіз. Ал перкуссия кезінде қандай өзгеріс болады? Бұл кезде салыстырмалы перкуссия жүргізгенде қорапты дыбыс естиміз. Ал топографиялық перкуссияда төменгі шекаралар бізде төмен қарай ығысады. Яғни бұл өкпенің кеңеюіне байланысты және төменгі жиегі шектеледі екен. Ал аскультацияда не істейміз десек, бұл негізгі везикуляр тыныс әлсірейді, тыныс шығарған кезде оның кезеңі ұзарады екен. Қосымша шуға біз құрғақ ысқырықты сырылдарды жақсы естиміз. Ал ұстама басталған кезде қақырық сұйықталып, яғни басылған кезде сұйықталып, жеңіл бөлінеді. Дыбыс сырылдарын естиміз. Мысалы, қандай қосымша шу десек, тыңдап көрейік. Неге осындай ысқырықты сырылды естиді екенбіз аскультация кезінде. Келесі диагностикалық көрсеткіштер. Мұнда қан анализінде біз эозинофилдердің жоғарылағанын көреміз. Мұнда ескере кететін жағдай, эозинофилдер көп жағдайда астма кезінде, демікпе кезінде жоғары болады екен. Ал жедел бронхит кезінде, яғни бронхитті ит деген ұғым, ол бізде қабыну дегенді білдіреді. Бұл кезде бізде қосымша лейкоциттер және ЭТЖ-да жоғарылайды. Ал қақырықта Кошман ешіктері және Шарко-Лейден денешіктері, сонымен қатар эозинофилдердің ыдыраған қалдықтары кездесуі мүмкін. Ал рентгенде біз өкпе суретінің жоғарылағанын, күшейгендігін, оның үйлесімі бұзылғандығын, төменгі жиектің жылжымауы шектелгендігін көреміз. Ал спирографияда өкпенің жалпы тіршілік сыйымдылығы төмендейді және қалдық ауаның көлемі жоғарылайды. Сонымен қатар дифной индексінің 60%-ға дейін төмендеуін байқайды екенбіз.